Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 12 шілде, бүгінгі күні шаш қырықтырмаймыз. Және бүгінгі күнде адамдарға кештен бастап кімнің картасында жер бар, қой жылы туылған, қой январь айында туылғандар, шілде айында туылғандар, сиыр жылғылар, бадзи картаңызда жер бар болса, бір жылағысы келіп, настроениесі түсіп, сондай бір энергия жүру мүмкін. Және бүгін земляное наказание жаға жүреді, бастықтарыңыздан бір сөз естуіңіз мүмкін, либо адамдар өздерінің үстемдігін көрсетуі мүмкін. Оған енді мән бермейміз, бірақ бүгінгі күнде сәтті адамдар бар. 58, 82, 91, 97 және шілде мен январь айында туылғандарға өмірлерінде бір знаковый событие болады, мән беріп жүріңіздер. Өйткені алдағы бір 10 жылдыққа бір өзгеріс алып келетін бір сондай знаковый өзгерістер болады. Енді бүгін әйел адамдарға төсектеріңізді жинап жатып, қағып, сілкіп жатып, байлыққа қатысты тілек тілесеңіздер міндетті түрде орындалады. 5 августке дейін техниканы сатып алыңыздар. 5 августтен 29 август аралығында уже ретро меркурий басталады, уже техника дұрыс болмайды. Бүгін недвижимостьке қатысты жақсы күн. Сатып алуға, сатуға, бір сондай бір қозғалысқа. Және ер адамдарға, ер адамдар, құлақтарыңыз алтын сырға бүгін гүл алып беріп қуансаңыздар, әйел адамды, қандай әйел адам болсын, сіздерге 1000 еселеніп қайтатыны анық.